Ахмади мұсылмандары басқа мұсылмандарды мұсылман емес деп санай ма? Ахмади мұсылмандарына қарсы олар басқа мұсылмандарды тәкфир қылады, күпірлікпен айыптайды, яғни мұсылман емес, кәпір санайды делінген айып тағылады. Біздің қарсыластарымыз осындай мәлімдемелермен өздерінің Ахмади мұсылмандарына қатысты шығарған тәкфирлерін ақтап алмақшы. Сонымен бұл рас па? Ахмади мұсылмандары басқа мұсылмандарды мұсылман емес деп санай ма? Алдымен бәрі айқын болсын. Ахмади мұсылмандардың сенімі бойынша кімде-кім өзін мұсылман десе, және өзін мұсылман санаса, ол мұсылман. Олар өздері мұсылман санауға толық құқы бар. Оларды бұл құқықтан ешкім айыра алмайды. Дегенмен шынайы мұсылманның болудың не екенін де түсініп алуымыз керек. Шынайы мұсылман Алланың барлық пайғамбарларына сенетін адам. Ахмади мұсылмандардың сенімі бойынша Қадиянның Хазіреті Мирза Ғұлам Ахмед алейхиссалам уәделенген мәсих болып табылады. Ол ардақты пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам келеді деп уәде еткен Алланың пайғамбары және реформаторы. Сондықтан ислам терминологиясы бойынша уәделенген мәсихті алейхиссалам қабылдаудан бас тартқан адам кәпір саналады. Кәпір қабылдаудан бас тартушы дегенді білдіреді. Сонымен шынайы мұсылман болу белгілі бір мағынада мұсылман анықтамасына сай болуды білдіреді. Бұл дегеніміз Алланың барлық пайғамбарларына сену. Ал егер біреу Алланың пайғамбарына сенбейтін болса, онда ол осы мағынада шынайы мұсылман бола алмайды. Алайда ол мүлдем мұсылман емес дегенді әсте білдірмейді. Олар мұсылман үмметіне жатады және өздерін мұсылман санайды. Біздің қарсыластарымыз уәделенген мәсихті алейхиссалам қаралау мақсатында ол мұсылмандарды мұсылман емес, кәпір деп жариялаған делінген айыптар тағуда. Шындығына келетін болсақ, уәделенген мәсих алейхиссалам егер мұсылмандарды кәпір немесе мұсылман емес деп атаған жерлердің бәрінде ол өзіне және өзінің ізбасарларына қатысты шығарылған қарсыластардың тәкфирлеріне, яғни күпірлікпен айыптауларына жауап ретінде жазған. Яғни олар өздері бірінші болып оны кәпір деп айыптаған. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам хадисі бойынша кімдеген мұсылманды қателікпен кәпір деп жарияласа, онда ол өзі кәпір болады делінген. Сондықтан уәделенген мәсих алейхиссалам басқа мұсылмандарды мұсылман емес деген кезде, бұл олардың кәміл шынайы мұсылман бола алмағандығын білдіретін мағынада айтылған. Өйткені олар Алланың барлық пайғамбарларына иман келтірмегенді. Біздің қарсыластарымыз уәделенген мәсихтің алейхиссалам екінші халифасы Хазіреті Мирза Башруддин Махмуд Ахмедтің жазбаларына да сілтеме жасап, ол мұсылмандарды кәпір және исламнан шыққан деп жариялаған деген айыптар тағуда. Бұған жауап ретінде уәделенген мәсихтің екінші халифасы радиаллаху анху өз ұстанымын түсіндіріп кеткен. Бірінші санаттағы мүминдердің иманына бірінші деңгейлі дунал иманға жатады. Бұл иманның ең төменгі деңгейі. Екінші деңгей фауқал иман деп аталады. Бұл иманның ең жоғарғы деңгейі. Ол кісі, мен оларды исламнан тыс кетті дегенімде, оларға мұсылманды кәміл мұсылман қылатын жоғары деңгейлі иман жетіспейді деген мағынада айттым деген. Уәделенген мәсих алейхиссалам және оның халифалары басқа мұсылмандарды әрдайым мұсылман деп атаған. Сондықтан да Ахмади мұсылмандары басқа кейбір мұсылмандар кәпір деп атаса, бұл басқа мұсылмандардың Ахмади мұсылмандардың кәпір деп жариялағанымен бірдей деу қателік. Өйткені Ахмади мұсылмандары оларды солай атаса да, бәрібір оларды мұсылман санайды. Белгілі бір мағынада олар мұсылман санатына жатады. Алайда Ахмади емес мұсылмандар Ахмади мұсылмандарына тәкфир жасағанда, яғни күпірлікпен айыптағанда, олар Ахмади мұсылмандардың исламмен байланыстылығын мойындаудан бас тартып, олардың мұсылман үмметінен қудалаумен әлек болады. Сондықтан Ахмади мұсылмандар Ахмади емес мұсылмандар сияқты тәкфир жасайды деу үлкен қателік.